Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы қайталау. Бүгінгі сабақта қоршаған ортаны қорғау бөлімі бойынша алған біліміңді бекітесің. Бірінші тапсырма. Көп нүктенің орнына керекті сөздерді қой. Керекті сөздерге назар аударайық. Мүлдем, ешқашан, ешқандай, ешкім. Оқушылар, іске сәт. Көп нүктенің орнына қандай сөздерді қойдық? Бірге тексерейік. Ешқашан құмырсқаның илеуін бұзба. Құмырсқаның ешқандай зияны жоқ. Ешкім қарсы емес шығар, мен кете берейін, деді құмырсқа. Сенің мүлдем пайдаң жоқ, деді қаңқыз. Менің ойымша, шыбынның ешқандай пайдасы жоқ. Оқушылар, сендердің де орындаған тапсырмаларың дұрыс орындалды деп сенемін. Екінші тапсырма. А нұсқасы. Суретке қарап, сөйлем құра. Алдымен үлгіге назар аударайық. Құмырсқалар 10-10-нан немесе 20-20-дан топтасып, жүк көтереді. Оқушылар, топтау сан есімін пайдалана отырып, суретке қарап, сөйлем құрастырамыз. Іске сәт. Сурет бойынша қандай сөйлемдер құрастырдық? Өз құрастырған сөйлемдеріңді біз құрастырған сөйлем үлгілерімен салыстырып көріңдер. Қаңқыздар ағаш бұтағында 5-5-тен жүр. Аққулар көлде 3-ден жүзіп жүр. Бозторғайлар ағаш бұтағына 4-тен қонып отыр. Оқушылар, сендердің де құрастырған сөйлемдерің дұрыс орындалды деп сенемін. Екінші тапсырма. Ә нұсқасы. Сұраққа жауап бер. Сандарды жинақтап қолдан. Сұрақтарға назар аударайық. Көлден неше қаз көріп тұрсың? Шағаланың неше қанаты бар? Ағашта отырған тоқылдақ нешеу? Ұяға неше бозторғай келіп қонды? Неше үйрек аспанға көтерілді? Теңіз жағасында неше қоқиқаз тұр? Сенің үйіңде неше тоты құс бар? Оқушылар, осы сұрақтарға жинақтық сан есімді қолдана отырып жауап береміз. Іске сәт. Сұрақтарға қалай жауап бердік? Өз жауаптарыңды біз ұсынған жауап үлгісімен салыстырып көріңдер. Көлден неше қаз көріп тұрсың? Көлден көріп тұрған қазым біреу. Шағаланың неше қанаты бар? Шағаланың қанаты 2. Ағашта отырған тоқылдақ нешеу? Ағашта отырған тоқылдақ 3. Ұяға неше бозторғай келіп қонды? Ұяға келіп қонған бозторғай 4. Неше үйрек аспанға көтерілді? Аспанға көтерілген үйрек 5. Теңіз жағасында неше қоқиқаз тұр? Теңіз жағасында тұрған қоқиқаз 6. Сенің үйіңде неше тоты құс бар? Менің үйімде тоты құстың 7 бар. Оқушылар, сендердің де жауаптарың сәтті шықты деген ойдамын. Үшінші тапсырма. А нұсқасы. Сөйлемдерді сандармен толықтыр. Ә нұсқасы. Суретті түсіндір. Оқушылар, жұмыстарыңа сәттілік тілеймін. Тапсырманы қалай орындадық? Бірге тексерейік. Алдымен А нұсқасы. 100-дің жартысы 50%, 50-дің жартысы 25%. 100-ді 10-ға бөліп біреуін алсақ, ол 10%. Енді Ә нұсқасы. Алдымен бірінші диаграммаға назар аударайық. Теңіз жағасында жүрген құстардың 100-ден 90%-ы шағала, 10%-ы аққу. Екінші диаграмма. Каспий теңізіндегі құстардың 100-ден 50%-ы шағала,
25% көгершін, 25% қоқиқаз. Үшінші диаграмма. Құс фермасындағы құстардың 100-ден 50% үйрек, 50% қаз болып тұр. Оқушылар, сендердің де тапсырмаларың дұрыс орындалды деп сенемін. Төртінші тапсырма. Сөздерді қолданып, сөйлем құра. Алдымен үлгіге назар аударайық. Құмырсқалар тәулігіне 10 мыңнан 30 мыңға дейін жәндіктерді жояды. Бозторғайлардың салмағы 30 граммнан 48 граммға дейін болады. Бозторғайлар 2-ден 6-ға дейін жұмыртқа салады. Қаздар жылы жаққа дейін топ болып ұшады. Жылы жақтан келгеннен кейін құстар балапан басып шығарады. Оқушылар, үлгіні негізге алып, дейін, шейін, кейін сөздерін қолданып, сөйлем құрастырамыз. Жұмыстарыңа сәттілік тілеймін. Оқушылар, дейін, шейін, кейін сөздерін қолданып, қандай сөйлем құрастырдық? Бірге тексерейік. Маралдың салмағы 300 килограммға дейін барады. Бір адам тәулігіне 500 литрге дейін су жұмсайды. Аналық құмырсқалар 20 жылға дейін тіршілік етеді. Жаңбырдан кейін саңырауқұлақтар қаптап кетеді. Дүйсенбіден кейін сейсенбі болады. Үйге шейін достарыммен жаяу келдім. Түске шейін маралдарды тікұшақпен бақыладық. Оқушылар, сендердің де құрастырған сөйлемдерің дұрыс шықты деген ойдамын. Бесінші тапсырма. Мәтінді тыңда. Керекті сөздермен толықтыр. Кеше өзен жағасына бардым. Алыстан жүзіп келе жатқан бірдеңені көрдім. Кейбір кезде суға батады, судан қайта шығады. Біраз қарап тұрдым. Айналаға қарадым. Кімде кім болса, шақырайын деп ойладым. Бірнеше минуттан кейін әлдене жағаға жүзіп жетті. Байқасам, дельфин екен. Оған көмек керек сияқты болды. Оқушылар, мәтінді қандай сөздермен толықтырдыңдар? Тапсырманың жауабын бірге тексерейік. Кеше өзен жағасына бардым. Алыстан жүзіп келе жатқан бірдеңені көрдім. Кейбір кезде суға батады, судан қайта шығады. Біраз қарап тұрдым. Айналаға қарадым. Кімде кім болса, шақырайын деп ойладым. Бірнеше минуттан кейін әлдене жағаға жүзіп жетті. Байқасам, дельфин екен. Оған көмек керек сияқты болды. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақта не үйрендік? Қоршаған ортаны қорғау бөлімі бойынша алған біліміңді бекіттің. Енді бүгінгі сабағымызға кері байланыс жасайық. Сендерге барлық тапсырма түсінікті болды деген ойдамын. Үйге тапсырма 164-ші беттегі 6-шы тапсырма. Қоршаған ортаны қалай таза ұстауға болады? Өз ойыңды жаз. Оқушылар, сабақ аяқталды, сау болыңдар.